Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі 122-ші сабағымыздың тақырыбы бала арманы үстеу. Оқушылар, сабағымызды бастамастан бұрын менің YouTube арнама жазыла кетуді ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта тағы да сабақтар шығып отырады. Және де ол сабақтарды егер бірінші болып көргіңіз келсе, қоңыраушаны баса кетіңіз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар қоямын. Үстеулерді қатыстырып, сөйлем құраймын, сөйлемнен үстеулерді табамын. 7-ші жаттығу мәтінді оқы. Наралтай мен Нәр ойнап отырып, бір-бірінің болашақта кім болатынын сұрайды. Наралтай: мен ғарышкер боламын, айға ұшамын дейді. Нәр: мен де ғарышкер боламын, сен бүгін айға ұшсаң, мен ертең күнге ұшамын дейді. Сонда Наралтай күліп: күннің беті жанып жатқан от қой, оған қонсаң жанып кетпейсің бе дейді. Сонда Нәр: мен онда күннің бетіне түнде қонамын деген екен. Мәтіннің мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастырып жауап бер. Ол үшін сенің ойынша қалай ойлайсың, неліктен сөздерін пайдалан. Мәтіндегі үстеулерді тауып, мағынасын түсіндір, олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Бізде бірінші сұрақ: сенің ойынша ғарышқа күндіз ұшады ма, түнде ұшады ма? Екінші: қалай ойлайсың, күннің бетіне түнде қонуға болады ма? Үшінші: неліктен ғарышкерлер айға ұшады? Енді мәтіндегі үстеулер болашақта, бүгін, ертең, айға, күнге, бұлардың барлығы бізде мезгілін білдіріп тұр, іс-әрекеттің мезгілін білдіреді. Келесі: қашан сұрағына жауап беретін үстеулерді мезгіл үстеулері деп атайды. Мысалы, күндіз оқиды, жаздай демалады. 8-ші жаттығу: мақалды оқып жатқа жаз. Ерте шықсаң алдыңнан күн шығады, кеш шықсаң алдыңнан түн шығады. Мезгіл үстеулерді тауып астынсыз олардың қай сөзбен байланысып тұрғанын айт. Бұл жерде мезгіл үстеу ерте, кеш деген сөздер екен. Енді бұлар ерте шықсаң, қашан шықсаң, ерте шықсаң, ол ерте деген сөз шықсаң деген сөзбен байланысып тұр. Екінші: кеш шықсаң, қашан шықсаң, кеш, ол да кеш деген сөз шықсаң деген сөзбен байланысып тұр. 9-ші жаттығуға назар аударайық. Сөздердің сыңарын тауып, әрқайсысымен сөйлем құрап жаз. Бұрын, қазір, бүгін, ертең, таң сәріде, кешке, қыстыгүні, жазда. Енді осы сөздерді пайдаланып сөйлем құрап көрейік. Бұрын кітапты аз оқысам, қазір көп оқимын. Қалаға бүгін барып, ертең қайтамыз. Қойды өріске таң сәріде айдап, кешке қораға кіргіземіз. Қыстыгүні қармен ойнасақ, жаздыгүні доппен ойнаймыз. 10-ші жаттығу: жасырылған сөйлемді таңбаға сәйкес әріптердің көмегімен тауып оқы және жаз. Енді бұл сөздерді біз қалай табамыз? Енді бізде бірінші тұрған белгі үшінші қатардағы қазақша әріптермен салыстырайық. Бірінші тұрған белгінің үстінде Б әріпі тұр, үшінші қатарда. Демек, бірінші бізде Б екен. Енді екінші 8-ге ұқсайтын белгі ол Ү әріпінің астында тұр, Ү әріпінің астында тұр. Демек, бізде екінші Ү деген әріп екен. Үшінші белгі бізде Г әріпі екен, Г әріпімен сәйкес келіп тұр. Демек, біз үшінші Г әріпін табамыз. Дәл осылай үшінші қатарда қазақ әріптерінің астында белгілер тұр. Сол белгілермен біз салыстыру арқылы бүгінгі жасырынған сөз табамыз. Бүгінгі жасырынған сөзіміз бүгінгі күн, ертеңгі тарих деген сөз шығады екен. 11-ші жаттығу: кестені тиісті сөздерді толтыр және оларды өзара салыстыр. Зат есім бізде кім, не деген сұраққа жауап береді. Кім? Дариға. Не? Алма. Сын есім қандай? Әдемі, биік. Етістік: не істеді? Жүгірді. Отыр. Үстеу: қашан, қайда? Бүгін, аулада. Сөз таптарының ұқсастығы мен өзгешелік мағынасына, сұрақтарына қай сөзбен байланысатынына қарай анықта. Содан өзің тұжырым жаса. Енді бізде зат есім кім, не деген сұраққа жауап беріп, заттың атын білдіреді көбіне. Ал сын есім бізде заттың сынын,
түсін, сапасын білдіреді. Оған қандай деген сұраққа жауап береді. Етістік бізде әдетте іс-әрекеттерге жауап береді. Іс-әрекеттер не істеді, не қылды, қайтты деген сұрақтарға жауап береді. Ал істеу болса бізде іс-әрекетті мезгілін, мекенін, сын қимылын білдіреді. Оған мысалы көне қашан, қалай, қайда деген сұрақтарға жауап береді екен. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жолыққанша аман сау болыңыздар.